Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында карась балығын пісіретін боламыз. Ең алдымен балығымыздың сыртын, ішін, барлығын тазалап аламыз және де осылай кесіп шығамыз. Балықтарды тазалап кесіп болғаннан кейін барлық балықты тұздаймыз. Балықты сіздер дәміне қарай тұздап шығыңыздар, яғни кім қатты тұзды болғанын қалайды, тұз көбірек себесіздер. Мен орташа қылып тұздап шықтым. Тұзды осылай қолымыздың көмегімен барлық жеріне тигізіп сындырып шығамыз. Барлық балықты солай істейміз. Енді балықтарымызды тұздап болғаннан кейін арнайы ыдысқа ұнымызды себеміз де барлық балықтарды осылай екі бетін ұнға аунатып шығамыз. Міндетті түрде ұн балықтың барлық жағына тию қажет. Барлық балықты осы әдіспен ұнға аунатамыз. Енді балықты қызып тұрған майға екі бетін қызартып қуырып аламыз. Балықты қуырып жатқан табанның үстіне мен арнайы пергамент қағазын төсеп қойған болатынмын. Яғни сіздердің майларыңыз күйіп кеткен жағдайда сол пергаменттің бетінде қалып қалатын болады. Міне біз бірінші балығымызды қуырып шықтық. Осы әдіспен барлық балықтарымызды қуырып шығамыз. Егер балықтарыңыз кішірек көлемде болатын болса, осылай екеуін сыйдыртып, табаға екеуін қуыратын боламыз. Карась балығын үйлеріңізде осы әдіспен қуырып көріңіздер, барлықтарыңызға сөзсіз ұнайды және де дәмі өте әдемі болып шығады. Ас болсын!